Қайырлы күн құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнероликте біз Орталық Азиядағы ең озық әскери өнеркәсіп кешендерінің бірі Қазақстан Paramount Engineering туралы толығырақ әңгімелейміз. Бұл кәсіпорын заманауи құрышталған дөңгелекті машиналар шығаруда аймақтағы көшбасшы позицияны нық ұстап отыр. Елестетіп көріңіздер. Қазақстанның қатал климатында -50 градустан +50 градусқа дейінгі ауа райында сенімді жұмыс істейтін бронды техника бұл елдің қорғаныс қабілетін ғана емес, өнеркәсіптік әлеуетін де айтарлықтай арттыратын көрсеткіштер. Сонымен қатар компанияның өнімдері халықаралық стандарттарға сай келеді және кейбір сипаттамалары бойынша шетелдік баламаларынан үлкен артықшылықтарға ие. Осы тақырыпты толық ашып, компанияның қазіргі жетістіктері, соңғы жаңалықтары мен болашақ жоспарларын талқылайық. Қазақстан Paramount Engineering 2014 жылы Қазақстан Engineering ұлттық компаниясы мен Оңтүстік Африкадағы Paramount Group арасындағы бірлескен кәсіпорын ретінде құрылды. Астана қаласында орналасқан зауыт 15.000 шаршы метр аумақты алып жатыр және Орталық Азиядағы ең ірі әскери өнеркәсіп нысандарының бірі болып саналады. Компанияның негізгі бағыты минаға қарсы қорғанысы жоғары мырап құрышталған дөңгелекті машиналарды өндіру және жаңғырту. Бұл техника Қазақстанның географиялық және климатта ерекшеліктеріне толық бейімделген, қысқы жылыту жүйесі, динамикалық температураны реттеу, экстремалды жағдайларда жоғары маневрлік пен сенімділік қабілеті бар көліктер. Зауыттың өндіріс қуаттылығы бір ауысымда жылына 500-ге жуық машинаға дейін жетеді. Ал қазіргі өндіріс көлемі кем дегенде жылына 120 техника шамасында. Локализация деңгейі 72%-ға дейін жеткен, яғни көптеген бөлшектер, корпус элементтер мен жүйелер тікелей Қазақстанда шығарылады. Бұл жұмыс орындарын құрып, инженерлік кадрлар дайындауға үлкен мүмкіндіктер береді. Қазіргі уақытта зауытта 300-ден астам қазақстандық маман, соның ішінде жоғары білікті инженерлер мен технологтар жұмыс жасайды. Өндіріс процесі толық циклді, лазерлік металды кесу, ию, дәнекерлеу, корпус құрастыру, антикоррозиялы бояу және қатаң сынақтан өткізу сияқты кезеңдердің барлығы осында жүзеге асады. Бұл сапаның жоғары деңгейін әрине қамтамасыз етеді. КПЕ-нің негізгі өнімдеріне мыналар жатады. Арлан 4-4 Paramount Group'тың мародер моделінің қазақстандық нұсқасы, минаға қарсы қорғанысы жоғары бронды арнайы әскери тасымалдағыш, экстремалды температурада жұмыс істеуге бейімделген. Барыс 6-6 және 8-8 Оңтүстік Африкалық Эмбомбе базасындағы жауынгерлік көліктер арнайы операциялар мен жалпы әскери операцияларды қолдануға арналған. Барыс А8-8 Сингапурлық ST Kinetics TRX-2 моделінің Қазақстанның нұсқасы амфибиялық қасиеті мен су кедергілеріне өту қабілетімен ерекшеленеді. Алан 2-4-4 сияқты қалалық жағдайда ұрыс жүргізуге арналған жеңіл брондалған көлік конфигурацияларда қарастырылған. Бұл машиналар Қазақстан қарулы күштеріне, арнайы жасақтарға және құқық қорғау органдарына жеткізілген. Мысалы, 2016 жылдан бері Арланның кем дегенде 250 данасы әскерге берілді, ал 2022 жылы олар ішкі тәртіпті сақтау операцияларында қолданылды. 2023-2024 жылдары қорғаныс министрлігімен бұрынғы келісім шартты даулар шешілгеннен соң, Арлан 4-4 және Барыс 8-8 модельдеріне жаңа партиялар бойынша келісім шарттар жасалды, соның нәтижесінде жаңа жеткізілімдер жүзеге асырылды. Компания халықаралық серіктестерді белсенді дамытып келеді. 2024 жылдың желтоқсанында Сингапурдың ST Engineering компаниясымен стратегиялық келісім жасалды. Қазақстанда TRX базасындағы жаңа 8-8 амфибиялық көп мақсатты құрышталған машина Барыс А өндірісі басталады. Бұл келісім технология трансферін, инженерлік қолдауды және локализацияны қамтиды. 2025 жылдың сәуірінде машина ресми түрде таныстырылды, қорғаныс министрлігінің қатысуымен ұсынылды және бүкіл жыл бойы әскери сынақтардан өтеді. Өндіріс 2026 жылдан толық іске қосылады. Бұл су кедергілеріне өту қабілеті бар техниканы Қазақстан армиясының тактикалық мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтетіні шарт. Сонымен қатар компания Weapon System Engineering компаниясының бірлесіп бронды машиналарға біріктірілген байланыс және қорғаныс жүйелерін әзірлеуде. Болашақта әуе және теңіз күштеріне арналған жүйелерді кеңейту, жаңа модельдерді әзірлеу және экспортты дамыту жоспарлануда. Өнімдер халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті, әсіресе Орталық Азия елдері үшін қолайлы климаттық бейімделумен ерекшеленеді. КПЕ Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібін диверсификациялауға,
технологиялық тәуелсіздікке және экономикалық өсімге елеулі үлес қосып отыр. Қорыта айтқанда, Қазақстан Paramount Engineering орталық Азиядағы әскери өнеркәсіптің нағыз көшбасшысы ретінде елдің қорғаныс қабілетін арттырып, технологиялық прогресске жол ашуда. 2025 жылдың соңына қарай қазіргі уақытта компания 10 жылдың ішінде бірнеше ондаған Алан 244 сериясында жеңіл брондалған ұрыс көліктерін және де 17 дана Алан 1, яғни израильдік Плацан Санкат сериясындағы ұрыс көліктерінің қазақстандық нұсқаларын жеткізді және ең бастысы 250 данадан астам Арлан 404 жауынгерлік ұрыс көліктерін де жеткізді. Бронды тасымалдағыштар тұрғысынан қазіргі уақытта Қазақстан Paramount Engineering кәсіпорны Қазақстандағы көптеген күштік құрылымдарға 35 данадан астам Барыс 6-6 сериясындағы БТР-ларды жеткізуде. Бұлардың барлығы әрине Қазақстан қарулы күштерінің күштік құрылымдардың техникалық тұрғыдағы инвентарын жаңғыртуда елеулі рөл атқарады. Соңғы жылдардағы серіктестіктер, әсіресе ST Engineering пен бірлескен жаңа амфибиялы машина жобасы компанияның дамуын жаңа деңгейге шығарады. Болашақта өндіріс кеңеюі, жаңа модельдердің шығуы және экспорттық әлеуеттердің артуы күтілуде. Құрметті көрермендер, мінекей бүгінге айтарымыз осы. Осы бейнеролик сіздерге ұнады ма? Пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, арнаға жазылып лайк басыңыздар. Алда тағы қызықты әскери техникалық тақырыптар, талқылаулар күтуде. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.